отырамыз. Бүгін сабаққа бәрі келді ма? Бүгін сабақта бүгін бәрі келді? Енді балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыпты бастамас бұрын, ең бірінші өзіміздің сыныбымызда жағында атмосфераны қалыптастыру бар. Біз бәріміз орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрамыз. Қазір сіздерге жағында атмосфераға жапондық сервиту сәтін пайдаланып келемін. Тұрамыз, пайдалаймыз. Енді балалар, біз жалғыз қаламыз бастамас бұрын мен сендерге жебе таратқым келіп тұр. Әрқайсыларға бір жебеден беремін. Оны жебені не үшін беріп сұрамайсыздар ма? Не үшін дегеніңізде, балалар, бұл жебе арқылы бүгінгі сабақты сіздер өз-өздеріңізді бағалайтын боласыздар. Түсініп пе? Мына артында ат жөнінде жазасыздар. Және әрбір тапсырмаларға, сұрақтарға жауап берген сәтте өздеріне балды естіп отырамыз, 4 отырамыз. Жалпы айтқан кезде бүгінгі біздің мақсатымыз осы жебеге 10 балл жинау бересіздер әрқайсыларға. Түсініп пе? Енді балалар, біз үйге қандай тапсырма бердік? Есімхан қайталау. Енді қазір сендерден үй тапсырмасын сұрайын, яғни үйренің. Үй тапсырмасын сұрау үшін мен сендерге арнайы атол квиз дейтін тазыл сұрақтары арқылы құрастырамыз. Яғни осы тапсырманы орындағаннан кейін бізде жаңа сабақтың тақырыбы ашылады. Келістік қой. Енді қазір қол көтеріп барлығымыз бір-бірден жауап берсек болады. Ал бастайық. Есімхан қай жылдары қазақ хандығын басқарды? Ақеркеден бастайық. 1628-1628 дұрыс та болады? Жоқ. 1598. Қанша болды? 98. 98. Кім жауап беріп болған? Кім жауап беріп? Нұрай сен бар? Бір болды өзіңе. Енді келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Есімхан билікке келген кезде жағдай қандай болды? Кім жауап берді? Сұлтандар ішінде билікке тас болды, және сыртқы жаулардан қысым көп болды. Келсеңіздер болған? Келесі сұрақ бізде Есімханның басты мақсаты не болды? Салина? Қазақ жерін қалыпқа келтіргісі. Сосын? Ортақ билікті нығайту. Жарайсыздар, бір балдан белгілеп алды. Есімханның ескі жол дегеніміз не? Заңдар жинады.
жауап береміз. Қол көтеріп. Заңдар жинақ. Қандай заңдар жинағын білеміз тағы да? Қасым ханның қасқа жолы, міне уже алдыңғы сабақта біз есім ханның ескі жолын өткен болатынбыз. Так, бұл заңдардың маңызы қандай болды? Не үшін қажет бұл бізге заңдар? Заң не үшін қажет? Қол көтеріп жауап береміз. Азиза. Тәртіпке бағыну үшін дейді. Тағы. Қандай? Ішкі саясатты орнату, сыртқы саясатты орнату, бәрін қалыпқа келтіру үшін осы заң қажет болды. Ішкі бірлікті сақтау үшін не істеді есім хан? Ішкі бірлікті сақтау үшін есім хан не істеді? Заң шығарды. Заң шығарды. Тағы. Болды. Кім жауап берді? Не шығарды тағы? Заң шығарды. Осы ма? Рух көздерді нығайтты. Нығайтты және қазақ жерін үшке бөле бастады. Дұрыс емес пе? Өзінің заңында берілген жоқ. Тұрсын хан мен қақтығысының себебі неде? Тұрсын ханды білеміз ғой? Екінші хан. Сонымен қақтығыс не үшін болды? Есім хан мен Тұрсын хан арасында. Ол көтеріп жауап береміз. Кісия? Хан таласты. Бөлініп, бөлек мемлекет болғысы келді. Сыртқы саясатта қандай бағытты ұстанды есім хан? Сыртқы саясатта қандай бағытты ұстанды? Есім хан қандай саясатты ұстанды? Оғыз, сыртқы саясат деген көршілес елдермен қарым-қатынас, соғыс, немесе дипломатиялық қатынас. Тұрсын сұлтанды ерекше бастады. Қырғызстаннан қарым-қатынас жақсы болыпты, жоңғармен соғысты ма? Мейлі, қабылдайды. Келесі, есім хан дәуіріндегі маңызды оқиғалар қандай? Қандай маңызды оқиға бұл осы хан кезінде? Онда қандай маңызды оқиғалар бұл? Аяны? Қатаған қырғын не үшін болды бала? Кім өзі жалғастырса? Не үшін болып еді қатаған қырғын? Не үшін? Тоғжан? Себебі қатағандықтарды жою үшін. Жою үшін. Не үшін жою үшін? Қандай? Себебі ол шайқаста қатаған кезінде олардың көп бұл билеушілері Тұрсынға кетіп жалпы айтқан кезде қатаған ұлы Тұрсын ханға жаттасып, есім ханға қарсы шыққан үшін қатаған қырғынын ұйымдастырды. Жалпы айтқан кезде ол ұлыды түбегейлі жойып жіберді десек те болады. Жарайсың. Ал енді есім ханның тарихи рөлі қандай? Жалпы тарихи рөлі қандай есім хан? Не істеді ол халық үшін? Қандай баға береміз? Абылай? Заңдар шығарды. Қазақ хандығын үшке бөлді. Тоғжан? Қазақ жерін қалпына келтіріп, қазақ хандығын нығайтты. Жарайсың. Дұрыс күшті жауап бергендер өздеріне бір балдан төрт алыңдар. Енді балалар, біз аяқталды. Бізге енді сабақтың тақырыбы емес, керісінше тарихтың дыбыстық ДНК-сы деген тапсырманы беріп тұр екен. Яғни бұл жерде сендерге бір дыбысты ұсынған, сол дыбыс арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашатын боламыз. Келістік қой. Тыңдаймыз. Мұқият тыңдап отырамыз қазір. Мұқият тыңдаймыз. Қандай дыбысты естідіңіз? Жауап береміз. Шайқасты естіп жатырмыз,
оқтың дауысы, мылтықтың дауысы, адамдар айқай-шу болып жатыр. Тағы да бұл жалпы айтқан кезде бұл дауыс бізге, бұл дыбыс қандай сезім тудырады? Қорқыныш, үрейдің дауысы айтасыңдар. Енді қалай ойлайсыңдар, бұл дыбыс қай тарихи кезеңге жатады деп ойлайсыңдар? Қай тарихи кезеңге жатады? Мылтық бар ғой жоқ? Орта ғасыр, қай ғасырлар? 17-18 ғасырларда. Жарайсыңдар. Ал енді сендерге тағы да бір сұрақ. Жалпы айтқан кезде қазақ жоңғар соғыстарымен байланысы бар ма? Неге десек, өйткені Есім хан кезінде ойраттармен қарсы соғысқан болады. Бұл кезде уже оқ-дәрі бәрі бар. Енді сендерге сұрақ соңында, бұл қай шайқас болуы мүмкін? Қандай шайқас болуы мүмкін? Орбұлақ дейді. Не үшін Орбұлақ? Орбұлақ шайқасын қайдан естідік? Тиктоктан естідік. Тағы да қайдан естідік болды? Кітаптан? Оқыдым. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жәңгір хан тұсындағы қазақ жоңғар қарсылығы деген тақырыпты өтетін боламыз. Осы тақырыпты сендер аша алдыңдар. Келесі бүгін біздің зерттеу сұрағы мынадай. Орбұлақ шайқасының әлемдік әскери өнер тарихындағы алатын орны қандай? Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты Орбұлақ шайқасындағы қазақ жасағының әскери өнеріндегі шеберлігі мен ерлігін естеміз, бағалаймыз. Ал енді сендерге сұрақ. Жалпы жоңғарлар жайлы бұрын соңды естіп көріп пе? Қайдан естіп? Қайдан? Ойраттар деп естіп. Дұрыс, тағы. Жапон ойраттар деп отыр дейді. Қалмақтар дедік. Дұрыс, ол туыс болып есептеліп бір-біріне олар. Енді қарай, жоңғар хандығы жалпы айтқан кезде ол монғолдардың кезінде, монғолдардың солтүстігінде орналасқан тайпалардың негізіне баранқы болып тұр. Жалпы айтқан кезде бұл соғыс болған тұста, оның жалпы халқы жоңғар хандығында 100.000 жауынгер шығара алатын болған екен. Соғысатын болса екен, 100.000 жауынгер шығара алатын. Бұлардың жоңғарлардың басты мақсаты қандай? Қазақ жерлері, жайылымдар мен сауда орталықтарын басып алу. Енді жалпы жоңғарлар туралы тағы да айта кететін болсақ, оларды біз сияқты, қазақтар сияқты көшпелі мал шаруашылықпен айналысты. Бізге ұқсас жайындап келді. Мұқият қараймыз, тыңдаймыз. Бүгін біз қазақ тарихындағы Орбұлақ шайқасына сапар шегеміз. Бұл оқиға 1640 жыл болған. Жәңгір ханның қолында небәрі 600 ғана әскер болды. Мен оқ атқыш қару, садақ және тас атқыш жауынгерлермен тау басына ыңғайлы орын дайындауға келдім. Олар дайын болады. Жоңғар әскері 50.000 қол болып тұзаққа келе жатыр. Оларды Орбұлақта қазақ әскері күтіп отыр. Жоңғар әскері шайқастың дәл осы жерде басталарын күтпеді. Жалаңтөс баһадур бастаған 20.000 қол қылыш пен найзаны қатар теп, жоңғар жерін тас-талқан етті. 1643 жылғы Орбұлақ шайқасы қазақ тарихындағы әскери ойынның биік үлгісіне айналды. Бұл оқта не көрдік? Қай шайқас? Орбұлақ шайқасы. Не үшін Орбұлақ деп көрді деп ойлайсың ба? Енді қазір кетейік. Орбұлақ тасы аз қалды уақыт тездетеміз. Олай берді балалар. Қалай келді? Бастайық. Жәңгір хан ел ішінде саяси жағдай күрделі болған кезде билікке келді. Ол жоңғарлардың
орта және шабуыл жасаған кезеңінде елді қорғағанға күш салды. Жоңғарлармен қақтығыс жерлерге билік үшін таласқан. Жәңгір хан ұрыс кезінде тактика қолданғандықтан жаңылшылар ұрысы деп аталды. Тактикалық жеңісі 600 қазақ сарбаздары ор қазып, оларды заманауи мылтықтар пайдаланып, 20 мыңдық әскерін қазақтар жоңғарлары түркі халық, жоңғарлар ойрат, бір моңғол, қазақтар жерді жауламастан бұрын жоңғарларды жаулап алуға ұмтылды. 1643 жылы Жәңгір хан Орбұлақ шайқасы кезінде аз әскермен айла құрып жоңғарларға қарсы үлкен жеңіске жетті. Жоңғар тірлігін қайтарып, халықтың рухани берік етті. Және қазақтар, қырғызстан, өзбектер адағанын күшін көрсетті. Дұрыс. Тағы сия бұзылма ма? Болмайды. Тарихшылар олар өткен заманда адамдардың өмір баянын зерттейтін мамандар болған. Яғни өздері топтарын таныстырылсын, де? Отырма, жарайсыңдар. Үшінші өздері ұсыныстарын қандай екен түсіндіріңіз? Оқият тыңдаймыз. Бастай берейік. Бұл кезіндегі Орбұлақ шайқасы белгіленеді. Орбұлақ шайқасы 1643-1644 жылдары басталған. Ақыры соңында жеңіспен аяқталған. Келесі. Біз мұнда осы күндердің Басын көтер. Біздің әскерлерімізді салып, шайқасып, елестеткенімізді салды. Олар шайқасатын кезде ор қазған. Ор қазды. Орды қандай жерге қазды? Тең аларға салды ма? Жоқ, Таудың ортасына. Және олар 600 әскермен 50 мың әскерді жеңу үшін өздерінің тактикасын қолданған. Қандай тактикалар болды? Ор қазып, тұзаққа түсіп, бомба атып, олар таудың үстіне отты қарумен атып, тасты жаудырды. Және де оларды мылтықпен күтті. Ол кезде көмекке жаңа төс батыр 20 мың әскермен көмекке келді. Самарқандтың билеушісі Жалаң Төс батыр көмекке келді. Тағы. олар 50 мың әскерді жеңу үшін олар 600 әскер 30 немесе бөлініп, таудың биіктік шетінде тұрып, бөлініп, сол әскерлерді жеңді. Біз және қапшықта әуғалап, және қапшық тактикасын қолданған. Қапшық тактикасы соңғалардың қолы тал шапқалы кідіп, алдынан опарнаға тілерден алдыңғы жатқан мылтықпен оқ жаудырды. Ал енді балалар, бұл біздегі Жәңгір ханның стратегиясы. Ал өздерінің стратегиялары қандай болады? Егер Жәңгір ханның орнына сендер болсаңыз. Мен де осы жағын. Жәңгір хан сияқты орнына салатын еді. Тағы да, енді елестетіңдер, 50 мың әскер, 600 әскер. 600 әскер. Қалай пайдаланасыңдар өздері? Мен өзімнің 600 әскерін көбейтіп жібересің ба? айтып едіңіз ғой, арттарға адамдар банкеттерді отырғызып, адам көп жалғаса қосу үшін. Шыңғыс ханның тактикасы, бұл, Тағы да? Стратегияны
әскерлерді көбейтіп, атқа міну немесе мылтықтарды атып дамытар еді. Мен өз ойымды айтқанда, көп әскерлерді таудың үстінен жіберіп, оны артыңғы жақпен келіп, бір жаққа қамап, үстінен тас ататын атқаумен ататын. Менің ойлайтыным, жарты өзінің солдаттарды зерттеуге апара, бұларды кіне деп ойлап, оларды алдап, не Балалар көрдік қой, Орбұлақ шайқасы осылай болды. Картадағы ортаға арнайы ор салған, ор қазды. Яғни 50 мың әскерді олар не істеу керек? 600 әскер былай жеңе алмайды ғой. Оған айла пайдалану керек. Сол айла пайдаланған кезде Жоңғар алатауында осы таудың ортасынан арнайы осындай қазақ қазып тастайды. Сол себепті бұл тарихта Орбұлақ шайқасы деп аталады. Адамдар сонымен қатар жауынгерлер жебе атқан кезде оның басына май жағып атқан болды, өртеп. Неге? Соны өттіңдер ма? Айтылмады ма? Айтпадыңдар, иә? Сол жебенің иісінен, түтіннің иісінен адамдардың басы айналып, құлай бастады. Яғни әлсірей бастады. Вот мен соның артынан кім келді? Самарқандтың билеушісі кім? Жарайсың, отырайық. Ал енді балалар, бұл бізде екеуінің бір-біріне қарсылығы, сендерге қазір не берем? Жұлдық тапсырма берем. Қасындағы жұлдықтармен бірге орындайтын боласыңдар. Бұл тапсырмада қазақтар мен жоңғарлардың қандай ұқсастықтары бар және қандай айырмашылықтары бар. Соны орындаймыз. Яғни Вен диаграммасы. Ол Вен диаграммасын осындай. Жоңғарлар мен қазақтардың ұқсастықтары. Қазақтар мен жоңғарлардың ұқсастықтары екеуі де көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Және де олар бір аймақта орталық Азияда өмір сүрген. Олардың атқа міну мылтықтары да дамыған болатын. Және де burada Қазақстан мен жоңғарлардың бір-біріне айырмашылығы да жазылған. Жоңғарлардың айырмашылығы қазақтардың ол моңғол тілінен бейімделген, ал қазақтар түркі тілдес болған. Олардың діндері екі түрлі. Қазақтар Бұл біздегі жеке тапсырма, сіздерден бекіту тапсырмасы деп аталады. Яғни квизис арқылы мен сендерден қазір Жоңғар алатау шыңына шығарамыз сендерді. Жалпы айтқан кезде 10 сұрақ беріледі. Сол 10 сұрақтың бәріне жауап берсеңдер, шыңға шыға аламыз. Түсініп қой. Орындар, кіреміз, телефонды аламыз, кіреміз, тез. Телефон жоқтар, қасындағы жұппен бірге орындаймыз. QR түсіреміз. Бағындыру керекпіз. Жоңғарлар алдымызға келе жатыр, біз соларға арнайы тактика құрамыз. Басталды. Мына шыңға шығамыз. Басталды ма барлықтар? Сұрақтар берілді, сол сұрақтарға дұрыс жауап. Кім шығады қазір көрінеді? Несін жаз? Ана келді, әрсіңдер, жылдан атырсына бірінші сағалап басып келеді. Шайқасы? Олай қай жерде болған? Жетісу? Шыбанатан сауыт. Кім? Сағадат бірінші елі, екінші Абылай, үшінші Аямыр мен Салина, төртінші Нұржан, Темірғани. Кірдіма. Қардың басты жауы көмер болды. 1645. Шайырды бұлды бұл шайқасы.
орталық Қазақстанда жоқ. Абылай, Нұржан. Сәттілік, үйге берілген тапсырма осы Жәңгір хан және Орбұлақ шайқасы. Үйде тағы осындай қосымша ойындар ұйымдастырып алып келетін болады. Түсініп қой? Болды, осында. Жарайсыңдар. Сабаққа белсенді қатысқандар үшін маған жебен тастап кетеміз, ол балдарымды белгілеу. Иә, оған аты жөнді жазып кетеміз. Абылай, Нұржан Темірлан, Аяннұр, Ксия, Айым. Ары қарай кете береді. Қалғандардың көбісі жан техникалық ақауға байланысты біреуді интернет істемей қалып, біреуді телефон істемей қалып деген сияқты. Болды, осыдан біздегі тақырып